достар, бүгін Цезарь салатын үй жағдайында ресторандағы деңгейде жасайтын боламыз. Ең алдымен тауық етін суға салып қайнатамыз. Жұмыртқаны да суға пісіріп аламыз. Корей капустасын ірі 4 бұрышты етіп тураймыз. Корей капустасын бір ыдысқа салып ыңғайлайтып. Піскен тауық етін тік 4 бұрышты етіп тураймыз. Одан соң черри қызанағын алып 4-ке бөлеміз. Қайнаған жұмыртқаны 5-6 бөлікке бөлеміз. Мен дайын сухари алдым. Негізі оны қолдан жасауға да болады. Салатымыздың үстіне қосамыз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Ірімшікті қосып, үстіне дәміне қарай тұз, горчица, майонез қосып араластырамыз. Егер соусыңыз азырақ болса, құрғақ болып қалады, сондықтан дәміне қарай, өзіңіздің қалауыңызға қарай көбірек қоса берсеңіз болады. Дайын салатты тарелкаға салып, бетіне ірімшік сеуіп дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болады, істеп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.